Сәлем балалар, қазақ тілі 2-ші сынып 23-ші сабақ, тақырыбы дауыссыз П мен Б. П мен Б әріптерінің емлесін сақтап жазамын, нұсқаулықты құрастырамын. 18-ші жаттығу мәтінді мәнерлеп оқы. Астындағы сұрақтарға жауап бер. Менің нағашы әпкем кітапханада жұмыс істейтін. Мен кітапханадан кітап алуға бардым. Нағашы әпкем, саған қандай кітаптар ұнайды деп сұрады. Маған шытырман оқиғалы кітаптар ұнайды. Мен кітапханадан бірнеше кітап алдым. Алған кітабыңды жыртпай уақытында өткіз деді әпкем. Мен кітабымды уақытында өткізуге уәде бердім. Мәтін не туралы? Кітапты күтіп ұстау туралы нұсқаулық құрастыр. Мәтін кітапхана туралы айтылған. Кітапты ұстау туралы нұсқаулық бар екен. Кітапты күтіп ұстау, оқырман таза, әдепті болу керек. Ішінде сурет салғы болмайды, және шимайлап сөздерді жазуға болмайды. Содан кейін уақытында бала сияқты өткізу керек екен. 19-ші жаттығу 2 бағандағы сөздерді жұптастырып жаз. Шап, шабу, жап, жабу, теп, тебу, сеп, себу, тап, табу. Шығармашылық үзіліс. Суретке қара. Құттықтау сөз шығу үшін балалардың орнын қалай ауыстырған дұрыс? Плакаттардағы сөздерді пайдаланып, мына сызбаны толтыр, дәптерге жаз. Біз туған дегеннен кейін мына баланы Жақып деп ойлап, осы баланы туған күнімен құттықтау сөздер жаздық. Кімді? Жақыпты. Немен? Туған күнімен. Қалай? Шын жүректен құттықтаймыз деген осындай бір сөйлем шықты. Ендеше Жақыпты бізді туған күнімен құттықтаймыз. Балалар, мүмкін сендерде осы күні балалардың бір баланың туған күні шығар. Құттықтап қойыңдар. Сөйлемдерді мағыналық байланысына қарай сәйкестендіріп жаз. Дәнді себу керек, шөпті жабу керек, есікті жабу керек, допты тебу керек. Біз бүгін П мен Б дыбыстарының айналуына және ережелеріне байланысты сөйлемдер жаздық. Ол өткен сабақта өткен болатынбыз. П мен Б дыбысы туралы. Содан кейін нұсқаулық жаздық. Сабағымызды аяқтаймыз.